Біздің ауыл салық салғанның иығында отырған. Шілденің дәл ортасы болса да, бұл жерде қоңыр салқын, бұлтсыз күндері тамылжыған тамаша мезгіл басталушы еді. Не ыстық емес, не суық емес, жайлаудың жаймашуақ сәтінде. Төбемнен көкпеңдек болып төңкерлік тұрар, аспанға қарағайдың бүршігін лақтырып ойнайсың. Әсіресе жаңбырлы күндері қырдан құлаған лайсанға айналып, шошайтып қарағай бөренеден қиып салған үйлердің мазасын кетіретін. Ол кезде колхоздың сиыры күніне 3 рет сауылады. Ал әр сауылының арасында шөп шауып, оны маялайтын. Кеште тіпті түні бойы сеператорға сүт тартып, май шайқайтып. Шаршау дегенді білмейтін қыз-келіншектер соғыс жылынан кейінгі бейбіт күннің шуағына жылынып, сызылта ән салатын. Тау арасында жылтылдатып от жағып, ән шырқағанда лаулаған жалын, бақсыдай тілін жалаңдатып, күй шертіп, тау тасты күмірентіп тұрғандай әдемі сезілуші еді-ау. Біздер, балалар, күні бойы өгіз үйретіп, бұзау жаямыз, 3 уақ сиыр сауғызамыз. Ымырт үйірле, алтыбақан құрған азаматтардың маңайында арпалысып, тиіп қашып ұлардай шулап ойнап жүргеніміз. Біздің ішімізде менен 2-3 жас үлкендігі бар Тортай атты бала болушы еді. Әке-шешеден тым ерте айырылып, алыстан қосылар аталастарының есігінде жүретін. Қой аузынан шөп алмас жуас, құлағының сәл мүксі бар. Бір күні мен Тортайды көп іздеп әрең таптым. Тұрған үйі аузына келгенін айтып, ұрсып қуып жібертті. Салық салғанным ұшар басындағы қалым тас қорымның үңгіріне кіріп, от жағып отыр екен. Мені көрген соң қуанып қалды, орнынан атып тұрып. Мені қалай таптың ей? Сенің үйің осы тас күрке емес пе? Тортай тас күркені ұядай қылып жинап, тазалап қойыпты. Бұдан бұрында осы жерге сан рет келіп, мекеніне айналдырған секілді. Қайран қалдым. Ағаштан қиып нар жасап, үстіне шөп төсеген. Өзіне тиесілі кітаптар әбден көп оқылғандықтан, жемтір болып бір бұрышта жинаулы тұр. Төр алдына ешкінің терісі төселген. Қарағайдың жуан кеспелтек шәркесінен стол жасап, май шам қойыпты. Тастан қаланған жер ошақта маздап жанған от. Сіркіреп жаңбыр жауды. Үңгірге су тимейді екен. Күн бұлтты болған соң ба, ымырт ерте үйіріліп, көз байлана бастады. Тортай дедім. Ау деді. Әңгіме, не ертеп айтшы? Баяғыда бір жетім бала болыпты деп бастады. Баяғыда бір жетім бала болыпты. Арғарай күңгір, күбір-сібір ертекке айналды. Бүгінде менің есімде Тортай айтқан ертектің көбі қалмаған. Тіпті сол арманшыл баланың өзін де ұмытқандай едім. Тек баяғыда бір жетім бала болыпты деп басталушы еді. Ал қалай аяқталатынын білмеймін. Мүлдем есімде жоқ. Қалай аяқталушы еді? Жайлаудың жадыраған ашық күндерінің бірінде Тортайға еріп бұзау бағуға шықтым. Менікі еріккеннің ермегі сықыл деді. Тас шоқының ұшар басына дейін бұзауларды өргізіп бардықта, еркіне қоя бердік. Өйткені 4 аяқты мал бұл жерден ұзап еш қайда кете алмайтын. Тортай анау көк мұнар дүниеге бірдеңесін жоғалтып алғандай, көзін сығырайтып ұзақ қарадай. Соң шығыс шақты нұсқап, ереуілдеп сөйлей жөнелетін. Ей дейтін маған, танау делдейіп. Егер осы тұрған жерімізден тұп-тура шығысқа тартып кетсек, қайда барар едік? Білемісің, білмейсің. Монғолиядан бір-ақ шығар едік. Ақбоз ат демекші, түнде түсімде көк өгізім арғымақ болып, жер тарпып кісінеп тұр. О несі екен деп, бұзаулармен бірге кәперсіз оттап жүрген өгізіне күн сап барады. Тортай, сен түбі сол ақбоз атқа мінесім дедім. Мен шын көңілімнен. Қайдан деді ол, тастан тасқа секіріп, төменге түсіп бара жатып. Қайдан білейін? Әкем марқұмның тақымы отыр, тайға тимей кетіп еді. Қайдан білейін? Күз жақындап, фермадағы барлық бала жайлаудан ауылға оқуға аттанғанда, тау басында бұзау бағып, жападан жалғыз Тортай ғана қалған. Әрине, мен оны қимадым, қиналдым. Өзіммен бірге ала кететін шаманың жоқтығына жыным келді. Кетерімде ол маған ең сүйікті кітабын сыйлап тұрып айтты. Мен ішінде оқы. Бәлкім, мен міне алмаған ақбоз атқа сен мінерсің. Сенің өз ақбоз атың бар емес пе? Жоқ. Менің маңдайыма көк өгіз жазылған. Онда мен ақбоз атымды саған сыйға тартамын. Содан бері көп жылдар өтті. Мен Тортайды да, боз атты да әлде қашан ұмытқанмын. Бір рет ауылға барғанымда азаматтар сөз қылып отыр екен.
Былтыр жазда демалыс алып ауылға тағы бардым. Әкемнің 4 бөлмелі бау-бақшалы үйінде еркін сайрандап, тойып жеп, тасырандап жүрмін. Шешем бәйек болып, нешесің, не жейсің құлыным дейді зыр жүгіріп. Түске жақын жұп-жұмсақ диван үстінде шалқамнан түсіп, серейіп, газет оқып жатыр едім. Алдыңғы бөлменің есігі әндетіп ашылды да, әлдекім кіргендей болды. Көрші қолаңның бірі шығар деп, аса мән бере қойғаным жоқ. Әйтедеуір шешеммен сөйлесіп отырды. Әңгіме күңгірлеп, еміс-еміс естіле берген соң, есіме баяғы бір қоңыр үн түсіп, еріксіз құлағымды түрдім. Келген Тортай екен. Тәте, айып етпеңіз әншейін. Орашқа амандасайын деп өзімсініп келіп едім. Ол ұйықтап жатыр деді шешем. Ояқ-баяқ қоялық. Төрге шық, отыр. Жоқ, о не дегеніңіз тәте? Маған осы босағада жетеді әншейін. Ораш келді деген соң амандасайын деп, баяғыда бала кезде бірге өстік. Талай рет бұзау жайып едік. Енді міне ел таныған азамат болды. Айып етпеңіз, мен қазір кетемін. Мен сұлап жатқан орнынан белім кеткендей тұра алмадым. Шынымды айтсам, ұялдым. Тортайдан ұялдым. Батылым бармады. Беге жүзім шыдамады. Сонда ғана менің есіме баяғыда бір жетім бала болыпты деп басталатын ертектің қалай аяқталары оралды. Осылай аяқталады екен ғой, осылай. Тортай мінер, ақ боз ат. Менің тақымымда кеткенде еді. Иесіне қайтаруға кеш еді.